Ғалымдар ораза иммундық жүйені қалпына келтіретінін дәлелдеді. Әсіресе соңғы кездері иммундық жүйе жайында жиі ойлап жүрсіз бе? Солай ғой. Иә, ол өте дұрыс. Себебі кез келген ауруға төтеп беретін ең бірінші қару ол антибиотик емес, адамның өз иммундық жүйесі. Иммундық жүйесі мықты адам кез келген вирусқа қарсы тұра алады. Соның арқасында ауруды жеңіп шығады. Ешқандай заманауи техника, дамыған дәрі-дәрмек, ең алдымен Құдай жаратқан иммунитет атты таңғажайып нәрсені аттап өтіп, оның алдына шыға алмайды екен. Осы ретте сіз ораза иммунитетті төмендетеді, сондықтан биыл ораза ұстап керек емес деген сияқты пікірді естіп жүрген шығарсыз. Иә, көп болмаса да ел арасында бірен-саран осындай пікірлер бар екен. Сондықтан біз бұл ақпаратты қаншалықты рас өтірігін білу мақсатында бірнеше ғылыми тұжырымдарды анықтап ізденіп көрдік. Бүгін сіздерге орыс тіліндегі бірқатар ғылыми материалдардың қазақша аудармасын әрі ықшамдалған үлгісін ұсынамыз. Ораза иммундық жүйені жаңартады. Бұл деректі Оңтүстік Калифорния университетінің ғалымдары келтірді. Олардың зерттеуінше ораза жас адам түгілі қарт адамның да иммундық жүйесін қалпына келтіреді екен. Ол ағза жасушасына жаңа аққан клеткаларын шығара бастайды. Ал аққан клеткаларының негізгі қызметі ол инфекциямен күресу екені белгілі. Ораза кезінде ағзадағы лейкоциттер, яғни аққан түйіршіктері жаңарады. Сондықтан да кейбір дәрігерлер химиотерапия қабылдаған адамға ораза ұстауға кеңес береді дейді. Геронтология және биология ғылымдарының докторы профессор Вальтер Лонга. Ораза кезінде адам жаңадан энергия, күш-қуат жинайды. Себебі бұған дейінгі зақымданған қажетсіз клеткалар қайтадан қалпына келеді дейді ғалым. Иә, нақты ғылыми деректерге жүгінсек, ораза ұстаған адам алдыңғы бір жылына жетерлік заряд, яғни қарқын алады екен. Сонымен қатар ораза қанның құрамындағы қанттың құрамын ретке келтіреді. Диабет ауруына ұшыраудың алдын алады. Тіпті ерте қартаюды да болдырмайды деген дәлелдері бар. Ораза кезінде адам тамақ пен сусыннан белгілі бір уақытқа дейін бас тартады. Соның нәтижесінде сырттан тамақ келмегендіктен ішкі ресурстар жұмылдырылып, іштегі артық майдың қоры азаяды. Ораза ағзаны артық токсиннен тазалайды, микроб пен ауруларды жояды. Осы ретте неге кейбір ораза ұстаған адамдар алғашқы күндері әлсіздікті сезініп, бас айналып, көзі қарауытып жатады деген сұрақ туады. Біз көбіне бұны қарапайым логикаға салып, тамақ бармаған соң иммундық жүйе әлсіреп кеткеннен шығар деп ойлаймыз. Кембридж ауруханасында анестезия және қарқынды терапия бойынша кеңесші болып қызмет атқаратын доктор Разин Маруф ораза кезінде ағзадағы артық токсиндер, артық май жойылады. Шекке жиналған вирустар, әртүрлі микробтар өзін-өзі жеу арқылы жойыла бастайды. Ағза толығымен өзін-өзі тазалау процесіне көшеді. Майлар ыдырайды, әсіресе тоқ-ішек, бауыр, бүйрек, өкпе, лимфа бездері мен тері токсиндерден тазарады. Міне соның салдарынан адамдарда алғашқы күндері әлсіздік болады дейді. Медициналық зерттеулер кейбір патологиялық аурулардан өз бетімен пайда болған ісіктен ораза арқылы арылуға болатынын көрсетті. Ораза кезінде ағзадағы ауру өзін-өзі тамақтандырады, өзін-өзі жейді, өзін-өзі сорады. Соның салдарынан жарылады немесе мүлдем өзгеріп сыртқа шығып кетеді. Міне сондықтан да кейбір ғалымдар өздерінің де жиі ораза ұстап тұратынын және жақындарына да түсіндіріп келе жатқанын айтады. Әрине, оразаның бұдан да өзге көптеген пайдалы жақтары бар. Ораза кейбір қабынған ауруларды кетіреді және аллергияны азайтады. Артрит, псориаз секілді ауруларды жояды. Оразаның ішек жарасы ауруларында кетіретіні дәлелденген. Ораза адамның терісін тазартады. Егер адамның қан қысымы жоғары болса, оразадан кейін ол қалыпты жағдайына оралады. Ораза ұстайтын денеде қан қысымы төмендейді. Бір жыл бойы тоқтаусыз жұмыс істейтін ас қорыту мүшелерінің де жұмысы азайып, сәл болса да дем алады. Соның арқасында асқазан ішек жолдары қайта қалпына келеді. Бұлай айтқанда восстановление жүреді. Міне, бұл оразаның адам денсаулығына келер пайдалы тұстары. Біз мұнымен не айтқымыз келді? Яғни ораза иммундық жүйені әлсіретеді деу ешқандай дәлел дәйегі жоқ, жалған топшылау.
Бір қарағанда бұл шынымен де солай секілді көрінуі мүмкін, алайда ғалымдардың аты ғалым. Біз қателесу мүмкіндігі өте жоғары логикамызға емес, нақты ғылыми зерттеуге, дәлелге жүгінсек, ұтылмайтынымыз анық. Алайда мына нәрсені ескергеніңіз жөн. Ғылым дәлелдеп тұрғандай, шынымен де оразаның денсаулыққа тигізер пайдасы ұшан теңіз екені анық. Бірақ біз оны ауруымды кетірет немесе ағзамды тазалап алайын, арықтайын деп емес, бір Алланың разышылығы үшін, Алла тағала бұйырғаны үшін ғана ұстайтынымызды ұмытпауымыз керек. Егер оразаны денсаулығыңды реттеу үшін, не арықтау үшін, артық салмақтан арылу үшін деген секілді басқа да бір нәрселерге ниеттеніп ұстасаңыз, мақсатыңызға жетуіңіз мүмкін. Алайда сауап деп аталатын ең бағалы, ең ұлы сыйдан құр қаласыз. Адамның кез келген істі жасар алдындағы ниеті, ықыласы таза болмаса, ол ісі түптің түбінде зая кетеді. Сондықтан уақытша сынақтан, аурудан қашамыз деп жүріп, Алланың бұйрығына қарсы шығып, керісінше оның жазасына ұшырап қалмай қағайын. Алла қасиетті айдан бізді ауру сырқаудан, бәле жаладан аман-есен өткізіп, басымызды аман, төрт көзімізді түгел етсін. Қасиетті айда күнәдан арылып, сауапқа кенелуімізді, Алланың ықыласты құлдарының қатарынан болуымызды нәсіп етсін. Әмин. Ал біздің құрметті достар, сіздерден өтінішіміз, біздің каналға тіркеліп, лайк басып, өздеріңіздің достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді. Ақпарат көзі Aslarna KZ-ден алынды.